Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе әдебиет арқылы жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітапты таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Рудный қаласы орталық қалалық кітапхана қорындағы бірнеше көркем әдебиеттермен танысайық. Белгілі жазушы Толымбек Әбдірайымның бұл кітабына бүгінгі замандастарымыздың тағдыр талайын, тыныс тіршілігін арқау еткен бір топ әңгімелері, жұдырық оралу хикаяттары және эсселері енген. Толымбек Әбдірайым шығармаларының әдетте оқиғасы қызықты және айтар ойы анық болып келеді. Жұдырық хикаятында туған жерін аңсап, тағдыр теперішін көрген, абақтыдан қашқан Тәкен тағдыры суреттелсе, оралу повесінде Мейрамбектің бір жыл ішінде басынан кешкен қилы-қилы өмірі әдемі көріледі. Әдеби эсселері де өзінің шынайылығы менен, шыршылдығы мен адам жанын баурайтыны анық. Әмина Құрманғалиқызы «Сын түзелмейді» кітабы. Бұған дейін оқырманға бізде қайттық өмірдің базарынан естеліктер жинағы, Жеті ата Жолымбетке құйған нұрын роман шежіре, Әулет пен нәубет тарихи романы, Жарығымай өлеңдер жинағы, сатирасының жиені атты сатиралық топтамасымен таныс автордың бұл кітабына соңғы жылдары әдебиет әлеміне елең еткізген сын сараптамалары еніп отыр. Сын түзелмей кітабы өз қадірі мен сөз қадірін білетін оқырманға қажет болары сөзсіз. Жазушы Немат Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» деп аталатын хикаят монологында ауыр науқасқа шалдығып, көп жылдар бойы төсек тартып жатқан мүгедек жанның өмірге деген шексіз құштарлығы, қайсарлығы, адамгершілігі, мөлдір махаббаты сөз болады. Ұлыма хат деген эсседе адамға ғана тән мейірімділік, достық, қанағат, ынсаптылық сияқты асыл қасиеттермен қатар күншілдік, ашкөздік, тәкаппарлық тәрізді жағымсыз мінез құлықтар жайында да ой толғайды. Сондай-ақ ұлтымыздың сонау сақтар мен ғұндар дәуірінен бастап қазақ хандығы құрылған кезеңге дейінгі рухани тарихы әдеби жәдігерліктер негізінде баяндалады. Ақын Ербол Шаймерденұлының жаңа жыр жинағы айшықты азаматтық үнмен, терең ой сарын менен, ақ адал сыршылдығы менен ерекшеленеді. Адам мен қоғам туралы өмір жайлы сезім мен сеніммен өрілген сыршыл толғаныстар шынайылығы мен тартымды. Отаншылдыққа, адалдық пен арлылыққа шақыратын ойлы өлең, отты жырлар жыр сүйер қауым жүрегінен жол табар деп сенеміз. Пролито не напрасно, сожжено не зря. Пришел первый срок. Тигр ушел. Слова последнего пророчества еще не прозвучали, но тень грядущих перемен уже накрыла мир. Темный маг Юрий, привлеченный инквизицией для закрытого расследования, пытается найти первопричину надвигающейся катастрофы. Однако знать ответы недостаточно. Куда сложнее распорядиться этим знанием. 8 лет назад следователь Копылов вел дело о гибели молодой женщины Алины Савельевой, счастливой матери и жены. Ее обнаружили в канун Рождества, повесившейся в своем загородном доме. Тогда дело было закрыто, а Алина признана самоубийцей. И вот теперь к Копылову пришли ее отец и 18-летний сын Кирилл и потребовали возобновления расследования на основании подозрений, возникших у них в адрес мужа Алины, Геннадия. После покушения на фотографа Илью Шелестова, свидетеля, предоставившего много лет назад Геннадию алиби, Копылов вновь берется за расследование той давней истории, тем более что в деле появляется новый загадочный персонаж.
16 лет назад лучшие подруги Нэнси, Джорджия и Лила совершили нечто кошмарное. С тех пор они неразрывно связаны тайной, обетом молчания. Теперь одна из них решила заговорить. Одно только слово, и все будет разрушено. Карьера, отношения, идеальная жизнь. Чтобы решить проблему, Джорджия устраивает дружеский ужин. Но внезапно вечеринка выходит из-под контроля. 3 подруги придут на ужин. Уйдут с него только 2.